балалар, бүгін сендер ертегі тыңдауға келдіңдер ғой, иә? Бүгінгі ертегіміздің тақырыбы қызғаншақ қоян деп аталады. Бүгінгі ертегіміздің кейіпкерлері аю, қоян, кірпі және тиін екен. Ал енді ертегімізді бастайық. Бір күні ормандағы жануарлар бәрі бірігіп әдемі бақша отырғызады. Әрқайсысы өз үлесін қосады. Аю топырақты қазады, тиін тұқым шашады, кірпі су құяды, ал қоян шөп жұлып, арам шөптерді тазалап жүреді екен. Көктем келіп, бақша жайқала өседі. Түрлі жемістер мен көкөністер пісіп, орман аңдары бәрі мәз-мейрам болады. Бірақ қоян бұл бақшадағы бәріне дәм татқандарға қызғана қарай бастайды. Мен көп еңбек еттім. Неге басқалар да жейді деп өзіне бәрін меншіктегісі келеді. Сөйтіп бір түні қоян бақшаны қоршап, ешкімді кіргізбейді. Басқа аңдар аң-таң достары оған біз бәріміз бірге отырғыздық қой дейді. Бірақ қоян тыңдамайды. Бірнеше күннен кейін жаңбыр жауып, жел соғып, бақша күтімсіз қалады. Қоян жалғыз өзі бәріне үлгере алмай, бақша соғып кетеді. Сонда қоян түсінеді. Бірлескен еңбек қана берекеге бастайды. Қызғаныш тек қиратады. Ол достарынан кешірім сұрап, бәрі бірге қайтадан бақшаны отырғызады. Көрдіңдер ме балалар? Бірлескен еңбек қана берекеге бастайды екен. Ал қызғаныш барлығын құртады екен. Ал енді балалар, бүгінгі ертегі сендерге ұнады ма? Әрине ұнады, иә? Сонымен бүгін біздің ертегіміз аяқталды.